Сәлем достар, бізде бүгін жай влог болады. 1 наурыз мерекесі, 8 наурыз мерекесі жақындап келеді. Соған біздің мектепте дайындық жүруде. Аяна хорға қатысады, дайындалып жатыр. Құдай қаласа концертті де көрсететін боламыз. Сапарда жүрген кезде мен алаңдап кеттің ана, әрқайым уақыт бөліп жауап беріп көңіліме қарадың. Мама, әр сөздің алдынан бағалы бар мені, біз үшін жаныңды арнадың бәрі де. Сенің арнаң ана жан, ана жан. Ана, жалғыз ана, бәрі өмір сыйлаған, жаныңда қимаған. Жұмақты күлді сенің табанның астында, дұғаның арқасында бақыт болды басыма. Мен үшін орны бөліп байлығын сұрасында. Ана жан, ешқашан қатарымнан кем қалмадың, жаныма жетек беріп нұр сыйладың. Жанашыр, ана жан. Ана, жалғыз ана, жаным өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана, маңдайына сыймаған, жылы киіп жүр бала. Мінекей біз шықтық жұмыстан, Аяның сабағы бітті, дайындықтары, сабақтары бітіп, енді қазір Алиханға келе жатырмыз. Алихан. Алихан садигінен алып кетейін деп. Міне садигі. Сол қазір Алиханды көрсететін боламыз. Міне осылай садигіне келіп оятып алдық. Ұйықтап жатыр екен, ұйқысынан оятып алдық. Мен ұйқысы қанбай қалды. Осындай заттар істеп қойыпты, әр баланың ойыншықтары осылай. Мына жерде біздің Ахайдың істегені. Телефон. Телефон істеп қойыпты осылай. Ахай, садик күнің қалай өтті? Күшті ме? Мен. Давай киінеміз енді. Ал садиктен шығып, автобусқа отырып, уже түсіп, үйге келе жатырмыз. Уже далада мінеке қар еріп, көктем келіп қалды. Ощущается, уже бірі. Ахай, Алихан, привет де. Қарамайды өзі. Көктем келіп қалды далада, рахат, ауа райы күшті болып тұр. Бүгін 1 сағат артқа шегінетін күніміз. 1 сағат артық ұйықтаймын деп Аяны қуанып келе жатыр, Ахай, тоқта сол жерде. Ал қазір үйге барайық, сосын кейін влогымызды жалғастырамыз, Ал мұны үйге келіп кешкілік тамақтарын ішіп жатыр, екеуі телефонда. Бүгін ғана рұқсат етіп тұрмын, негізі телефон алып қоямыз. Осындай гречка мен осындай котлетиктерін жеп отыр. Ас болсын. Рахмет. Аянада просто влог бүгін. Қазір сабақ оқиды. Сабағын оқып, басқа да жұмыстарын істеген көрсететін боламыз. Ал ас болсын. Рахмет. Шон ас болсын. Жаным мен. Мына жаққа келсем, екеуі осылай ойнап отыр ғой. Өйстіп, уна картасымен лабиринт жасап отыр өздеріне. Домино лабиринт па дейін нәрсе дейді. Ана жер құлақ қапты ғой. Ал ответственный такой момент.
Отыр Аяна қасына енді. Ешкім демалмаңдар вообще. Ал енді бастайық. Кән бола ма екен? Бір, Эффект. екі, ей! Болды Какашка! Ты какашка, понял? Алихан, ана жақтан енді бар түртіп жібер бар. Мен, пошел отсюда. Аяна желдетпе. Туф, бүкілін құрттың, Алихан, сен вообще. Енді ананы ара қашықтығы үлкен болып кеткен ғой, түртіп жібер. Алихан құртты. Түртіп жібер. Түртсейшін, қара мыналардың ара қашықтықтары просто үлкен болып кеткен ғой. Ручной көмектесіңдер. Ана жақты енді түртіңдер. Тез. Давай. Ой, наоборот емес қой, Аяна. Былай істе. Кетші. Давай больше тез, Алихан. Вообще, настроение жоқ, еңбек вообще тастаймын. Все. Аяна қара кәні. Жаным менің. Кәні. Аянаның дайындығы өнерде болатын болып сол жаққа қарай келе жатырмыз. Сағат 5-те деген еді. Қазір кішкене қалды. Ана жақта өзі Дистанционка болып Аяналар дайындықтарына қалып қойды. иә, соны дайындаламаған, енді соны өнерге шақырып жатыр. 5 күні өйткені Аянада выступление болады. Соған дайындық. И, возможно, бізді сабақтардан жібереді. Өнерге де келіп жеттік. Дала салқында болып тұр. Вроде көктем келді. Бірақ әлі салқын. Қарай күшті болып тұр. Күн батып бара жатыр. Күшті көрініс болып тұр. Ал достар, Аянаны тастап кеткен едім дайындыққа бағана. Дайындығы бітіп, мен тосып тұр. Мұны қазір түнгі 2 бастызды да көрсетейін. Бір заодно дала суық. Есіктің алдында тосам деген. Ал, мына Аяна тосып отыр мені. Болды ма, бітті ма дайындығың? Мына өнер әдемі, қараңғыда. Кешкі 2 бастызды көрсетіп шығайық сіздерге. Жүр кеттік Аяна. Қалай өтті дайындығың? Күшті, бірақ ана жерде ыстық. Ыстық болды ма? Жүр үйге қайтайық енді. Короче. Сейчас у меня вот такое платье, вот такие вот рукава, вот такой букет, вот такие платья. Вот. У меня сзади там все вот так. Ты понимаешь? Круто! Ал достар, осымен көптен күткен Гранд Бал концертіміз де болды. Аяна осылай тамаша выступление жасады. Бірінші болып осындай биші қыздарымыз концертті ашты. Одан кейін барлық сыныптар вальс биледі. Кәдімгі үлкен бал болды. Осымен мектептегі 1 наурызға және 8 наурызға аралығындағы концерттеріміз рет-ретмен болып аяқталуына келіп жетті. Сіздердің барлықтарыңызды, біздің арамыздағы подписчиктерімізді, қыздарымызды, аналарымызды, әжелерімізді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ал келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.